1981 жылы келген мен негізі отырар сазы ансамбль болып тұрғанда. Содан кейін Нұраған келді, Нұрғиса ағамыз келді. Содан бері міне мен 97 жылға дейін сол отырар сазында істеп, одан кейінгі уақытта осы Астананың филармониясында істедім, қазақ оркестрінде. Өте шоқтығы биік, 100 жылда бір туатын адамыз. Бұл той тек қана Астана қаласы, бұл қазақтың тойы, үлкен той. Осы тойға қатысқаныма өте қуаныштымын. Және де біз қазақ болған жерде біздің аталарымыз, Нұрғиса атамыз ешқашан өлмейді, себебі бұл әр әні, әр күйі қазақтың жүрегінде деп ойлаймын. Енді 100 жылдыққа біз көп болды дайындалып келе жатқанымызға. Енді 100 жыл деген бір-ақ рет болатын нәрсе. Енді әкемнің өзі құрып кеткен оркестрмен бірге осы сахнада бүгін кеш өткізейік деп жатырмыз. Өте толқып тұрмыз, өте көп дайындалдық. Бүгін енді кеште ерекше нәрселер болады. Енді халық сүйіп тыңдайтын әкемнің шығармалары, Құстар әні, Өз елім, Әлқиса күйі.